Сәлем менің құрметті көрермендерім. Мен осындай қызылша қосылған салат дайындадым. Бұны қыстың күні салат ретінде де борщ дайындасаңыздар, борщқа қосып жеуге де болады. Олай болса видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші помидорларымызды осылай бөліктерге бөліп, мясорубкіден немесе блендерден өткізіп аламыз майдалап. Дайын болған помидорлардың барлығын осындай бір ыдысқа салып қоямыз. Тәтті бұрышымызды да осылай ұзынша етіп турап алып, оны да ет тартқыштан өткіземіз майдалап. Помидорымыздың үстіне саламыз. Қызылшаларымыздың да сыртынан жақсылап тазартып алып, үккіштің осындай үлкен жағымен өткізіп аламыз. Оны да жаңағы ыдысқа салатын боламыз. Капустаны осылай ұзынша етіп, пышақпен турап, оны да ыдысқа салатын боламыз. Керек сәбізімізді де дәл жаңағы қызылшаны өткізгендей үккіштің үлкен жағынан өткіземіз. Оны да жаңағы ыдысымызға саламыз. Ыдысымызға барлығы сыюы үшін осылай жақсылап араластырып, орын алып қоямыз. Содан кейін барып салып, барлығын тағы да жақсылап араластырып барып, газға қоятын боламыз. Отымыздың астын қатты қойып, ыдыстың бетін жауып, жақсылап араластырып, осылай 15-20 минуттай қайнататын боламыз. Одан кейін үстіне ас көгімізді жақсылап майдалап турап саламыз. Менде ас көктен укроп, петрушка және де сарымсақты үккіштен өткізіп салдым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай аздап қана қызыл бұрыш салдым және де 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант саламын. Егер дәмі қанты аз немесе тұзы аз болатын болса, кейіннен көріп тағы да аздап саласыздар. 50 мл-дей күнбағыс майын құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Мен банкаларды алдын ала стерилизовать етіп, буға қойып, немесе крышкаларымды қайнаған суда қайнатқан жоқпын. Тек қана ыдыстарымды, банкілерімді жақсылап жуып шайып, ішіне қайнаған суды құйып, бетін жауып, алдын ала дайындап қойып қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай, қазір тек қана суын төгіп, салаттарымды ішіне салып, қақпағын жауып, закрывашкамен тек қана жауатын боламын. Ұлы сөзде ят жоқ дейді. Үлкен дәретпен де қиналып жүретін адамдар болса, осыны міндетті түрде жасап қойсаңыздар, қыстың күні қызылша іздеп әуре болмайсыздар. Сіздерге өте пайдасын тигізеді. Және де борщ тағамын жасаған кезде де осыдан 3-4 қасығын салып жіберсеңіздер, борщ тағамыңыз қып-қызыл, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Және де менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.